Сәлем менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен красный бақыт пирогын дайындауды үйренеміз. Ұнымызға қамыр қопсықышты қосып, какао ұнтағын қосып, барлықтарын жақсылап араластырамыз. Және де бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, оның үстіне 1-2 тамшы қызыл бояуымызды қосамыз. Барлығын жақсы араластырамыз. Қамырымызға суымызды қосып, біркелкі қамыр болғанша жақсылап илейміз. Келесі кезекте салмамызға кірісеміз. Салмамызға творог пен шекерді жақсылап араластырып, үстіне творожный сырымызды қосамыз. Барлығын араластырамыз. Және де үстіне бір жұмыртқамызды қосып, араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Келесі кезекте формамызды дайындаймыз. Астына пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды форма бойынша формасын келтіріп жаямыз. Формамызға салмасын саламыз. Салмамыздың үстінен қамырдан алып қалған бір бөлікті теркадан өткізіп, үстін бетін әрлейміз. Пирогымызды 180 градусқа қызып тұрған пешке 30 минутке қойып қоямыз.